Жақсы күні рецептер жаттығу, жақсы баға алу, ата-ананы тыңдау, сабаққа жақсы қатысу, достарыммен ойнау, ата-анамен көп уақыт өткізу. мұғалімді тыңдау. Өзің күнделікті жасайтын спорт жасау, Тамақ сабаққа дайындалу, сабаққа бару, отбасымен уақыт демалу, уақытында ұйықтау. Жақсы баға алу. Екіншісі білімді жақсарту. Жақсы достармен көрісу. Ата-ананың үмітін ақтау. Ерсек тұру. Сабақтарға белсенді қатысу. Керемет көңіл күй көтеру. Демалыста жақсы демалу, достармен 24-те 7 ойнау, демалыста жақсы демалу. Жаттығу. Ең бірінші бізде кофе. Екінші жақсы адамдармен кездесу. Үшінші таза әдемі киімдерін кию. Төртінші ойын ойнау. Бесінші отбасымен бірге күнді өткізу. Сабақ үстінде сыныптасым үстелінің үстінен қалам сабын мен дәптерімді рұқсатсыз алды. Мен осы жағдайда болсам, барып, затымды өзіме қайтарып. Менің зауқым соқпай тұрса, мен оларға айтатын едім. Біріншіден, сендер менің ойымды сұрамай, неге билет аласыңдар, өйткені олар менің ойымды сұрамады, мен барамын да, немесе ол уақытта менің уақытым бос болуы мүмкін. Екіншіден, менің зауқым жоқ отырса, олар көрсе, шын дос болса, олар көретін едім. Сабақтан соң достармен қойылымға барайықшы, ал сен қойылымға баруға зауқың жоқ, ал достар болса біз саған билет алып қойдық деп қойылымға баруға міндетті екенімді айт. Мен класстастарымның көңіл қалмас үшін солармен бірге баратын едім. Мен бүгін сабаққа шашымды өзгертпедім. Ал қалған балалар шашымды жараспайды деп айтты. Мен сол кезде өз талғамымды ғана тыңдай, өздерін біле бердім. Жарқын өмірде дақ түсірмей көңілге біз